Қиындыққа тап болып, қаржыдан қысылсаңыз, туыс жағылап, таныс іздеп сабылудың қажеті жоқ. Өйткені мемлекет өмірлік ауыр жағдайға тап болған азаматтарға қол ұшын созуға дайын. Бірақ барлығына бірдей емес. Сонда көмек кімдерге беріледі? Талаптары қандай? Және бұл жүйе шынымен қол жетімді ме? Әріптесім Серік Дәрменұлы анықтап көрді. Бұдан бұлай әлеуметтік көмек алу үшін әкімдік табалдырығын тоздыру шарт емес, өтінішті ұялы телефон арқылы бере аласыз. Бірақ шешім табысқа, отбасының жағдайына және белгіленген критерийлерге байланысты қабылданады. Қағаз жинап, кабинет жағалап, кезек күткен күндер артта қалды. Енді әлеуметтік көмекке өтініш беру үшін бар болғаны осы қосымша болса жеткілікті. Яғни егов мобайлға кіріп, арнайы қызметтер бөліміне өтесіз, сөйтіп әлеуметтік көмек тағайындау батырмасын бассаңыз болғаны. Шешім шамамен бір апта ішінде шығады. Аталған қызмет егов мобайл мобильді қосымшасында 2026 жылдың қаңтар айынан бастап іске қосылды. Тәжірибе көрсеткендей, тек 2025 жылдың өзінде ғана егов KZ порталы арқылы 7000-нан астам өтініш келіп түсті. Өтініш мақұлданса, азаматқа хабарлама келеді, ал талапқа сай болмаса, себептері көрсетілген ресми жауап жолданады. Қызмет тегін, әр өтініш жеке қаралады. Бірақ егер шынымен іске асып жатса, онда дұрыс қой, халыққа көмек берген жақсы ғой мемлекетке. Негізі берер кезде жағдайы жоғарыларға емес, төмендерге қамқор болса екен дейді. Ну, честно, не верится. Но будем надеяться на лучшее. Жергілікті маслихат шешіміне сәйкес көмек әлеуметтік осал топтағы азаматтарға беріледі. Яғни күнкөріс деңгейі төмен отбасылардың балаларына жоғарғы оқу орнында оқу ақысын төлеуге көмек қарастырылған. Тіпті қарттарға тіс протездеу 2 жылда бір рет тегін жасалады. Бұл зейнетақымен ғана күн көретін қариялар үшін айтарлықтай қолдау және мереке сайын қаржылай көмек беру қарастырылған екен. Бізде көптеген әлеуметтік көмек қарастырылған. Оның ішінде бізде қалалық жолаушылар автобусында тегін жүруге мысалы ақша бөлінеді, көмірге компенсация беріледі. Егер де мысалы үйлеріне газ өткізіп жатса, газға да төленген ақшасының 130 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бізде жаңағы ақшалай көмек көрсетіліп тұрады. Енді көмек сұрау үшін табалдырық тоздыру міндет емес, цифрландыру қағазды қысқартты, бірақ басты сұрақ сол күйі қалды. Жүйе шын мұқтажды таба ала ма, оны уақыт көрсетер. Серік Дәрменұлы, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро.